Саламатсыздар ма оқушылар? Өткен сабақта Африканың саяси картасы мен мемлекеттік құрылымының ерекшеліктерімен танысқан болатынбыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Африка шаруашылығының салалық және аумақтық құрылымы, аймақтық айырмашылықтар. Сабақтың мақсаты Африка елдері шаруашылығының салалық және аумақтық айырмашылықтары, дүниежүзілік шаруашылықтағы орны мен табиғи және мәдени тарихи қалыптасуына қарай аймақтарға қарай жіктелуі. Қазіргі уақытқа дейін бұл аймақта құрлықтық деңгей тұрмақ, бір ел аумағында біртұтас экономикалық жүйе қалыптаспаған. Ішкі саяси жағдайы тұрақты емес. Елдер арасында шиеленістер мен қақтығыстар жиі болып тұрады. Қазіргі заманның мамандары жеткіліксіз. Ересек халықтың 1/3 сауатсыз, 70%-дан астам халық кедейшілікпен күн көруде. Индустриялану деңгейі ауыл шаруашылығының түсімі жөнінен дүниежүзі аймақтарының ішінде бұл аймақ соңғы орын алады. Басты себептері: аз тауарлы, өнімділігі төмен, ауыл шаруашылығының басым болуы, өңдеуші өнеркәсіптің нашар дамуы, көліктің өте артта қалуы, өндірістік емес саланың негізінен сауда мен және қызмет көрсетумен шектелуі. Дегенмен тәуелсіздікті жеңіп алғаннан кейін ғасырлық мешеулікті жоюға күш-жігер жұмсай бастады. Табиғат байлығын мемлекет меншігіне айналдырудың, аграрлық реформаны жүзеге асырудың, экономикалық жоспарлаудың, ұлт кадрларын дайындаудың зор маңызы болды. Сондықтан елдердің даму қарқыны біршама жеделдеп, шаруашылық салалық және аумақтық құрылымы қайта қарастырыла бастады. Көптеген мемлекеттердің экономикалық даму деңгейіне негіз болып отырған отын энергетика кешені. Энергетикалық ресурстар, көмір, мұнай, газдың едәуір мол кездесетініне қарамастан, отын энергетика өнеркәсібі мұнайдан басқасы нашар дамыған. Электр энергиясын өндіруден артта қалып отыр. Кен байлықтарының кейбір түрлері бойынша дүние жүзінде алпауыт құрлық саналады. Мысалы, сызба нұсқада көрсетілгендей, Нигерияның экспортының 96% мұнай және мұнай өнімдерін құрайды. Тау-кен өнеркәсібі дамыған. Пайдалы қазбалардың көптеген түрлері бойынша дүниежүзі елдерінде жетекші орында. Мысалы, Оңтүстік Африка Республикасы алтыннан 1-ші орын, Нигер уран, Гвинея боксит өндіруден 2-ші орын алады. Замбия мыс өндіру және оны экспортқа шығарудан әлемге әйгілі. Сондықтан Замбия елін қызыл металл елі деп атайды. Конго, Ботсвана алмаз өндіру, сыртқа шығарудан дүние жүзінде жетекші орында. Машина жасау кейбір елдерінде ғана бар. Аз ғана кәсіпорындар сырттан әкелінген бөлшектерден автокөлік, велосипед, трактор және ауыл шаруашылығы машиналарын құрастырады. Ал химия өнеркәсібі солтүстік және батыс Африканың көптеген елдерінде, Ливия, Алжир, Нигерияда, яғни мұнай кендерінің ашылуымен байланысты дамыған. Бұл аймақтарда азот, фосфор тыңайтқыштарын өндіретін кәсіпорындар да баршылық. Жеңіл өнеркәсіптен тоқыма өнеркәсібінің алатын орны ерекше. Солтүстік елдері өздерінің мақта матасына деген тұтыну талабын толығымен қанағаттандырып, мақтадан илеген жіптермен тігін өнімдерін сыртқа шығарады. Тамақ өнеркәсібі салаларынан май шығару, зәйтүн, жержаңғақ, пальма майы, ұн тарту, қант, шарап жасау өнеркәсібі көзге түседі. Ауыл шаруашылығында жетекші сала өсімдік шаруашылығы. Жер өңдеуде ең артта қалған көне тәсілдер: отау, өртеу, кетпен мен өңдеу қолданылатын дәстүрлі ұсақ шаруашылық. Аз тауарлы шаруашылық. Жалдамалы еңбек кеңінен қолданылатын, сыртқа өнім шығаруға маманданған ірі плантациялық шаруашылық кездеседі. Плантацияларында какао, кофе, жержаңғақ, гевея, майлы пальма, шәй, темекі, банан өсіру сияқты өнімдер көптеп өсіріледі және экспортқа шығарылады. Шаруа қожалықтарда
тез өркендеуде. Африка көптеген елдері бір дақыл өсіруге маманданған, яғни монодақылдық сипатта. Мысалы, Египет, Судан мақта, Кот-д'Ивуар, Гана какао, Алжир, Ливия, Египет құрма өсіруге маманданған. Сахара шөлінің шыраттарында шөл падишасы деген атқа лайық құрма пальмасы өседі. Молынан суарса, құнарлы жерлерінде құрма пальмалары 100 килоға дейін жас құрма береді. Құнарлығы жағынан еттен қалмайды. Мал шаруашылығының салалары қой өсіру. Марокко, Алжир, Суданда басым, ал Сахара, Ливия, Нубия шөлдерінде түйе өсіріледі. Күй талғамайтын төзімді есек барлық жерде кездессе, ал ірі қара малы көш көлік ретінде жиі пайдаланылады. Дегенмен көптеген аудандарында ірі қара өсіруге ұйқы ауруы қоздырғышы ЦЦ шыбыны кедергі келтіреді. Көлік географиясы. Ішкі жүк тасымалында теміржол көлігі арқылы жүзеге асырылады. Дар-эс-Салам портын Танзания арқылы Замбиямен байланыстыратын ірі Танзан темір жолы салынды. Жалпы автокөлік желісі дамуы жөнінен өте артта қалып келеді. Көптеген елдерінде темір жол мүлде жоқ. Адамдар шағын бума жүктерді төбесіне қойып 30-40 километрге дейін жаяу таси береді. Теңіз көлігі сыртқы жүк айналымын жүзеге асырады. Теңіз жүк айналымында дүние жүзінде Либерия бірінші орында. Ірі порттары Александрия, Алжир, Момбаса, Дакар, Касабланка және Дар-эс-Салам. Шетелдік қаржыгерлердің қолында шоғырланған әуе компанияларының басым көпшілігі жолаушы тасымалдайды. Алжир, Ливия, Нигерияда құбыр көлігі дамыған. Тарихи, мәдени қалыптасуына қарай екі алып аймаққа жіктеледі. Бірінші, солтүстік Африка аумағы 7,1 миллион километр квадрат, Европалық елдерге жақын, шаруашылық өмірі теңіз жағалауларымен байланысты, өркениет бесігі. Екінші аймақ, тропиктік Африка аумағы, көлемі 23,2 миллион километр квадрат. Артта қалған аймақ. Нашар дамыған 29 мемлекет осы аймақта орналасқан. Дегенмен осы құрлықтағы бірден-бір дамыған мемлекет ерекше Оңтүстік Африка Республикасы. Ғалымдар кейде бейнелі түрде қосарлы экономика елдері деп атайды. Өйткені дамыған елдердің де, дамушы елдердің де белгілері бар. Бүгінгі тақырып бойынша үй тапсырмасы. Атылыстағы физикалық және экономикалық картаны пайдалана отырып, Африканың тау-кен өнеркәсібінің басты аудандары мен олардың мамандануын, егіншіліктің басты аудандары мен олардың мамандануын және көлік магистральдарын анықтаңдар. Тыңдағандарың үшін рахмет.